Құрметті тыңдарман, танымал атты арнама қош келдіңіз. Бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз Ерназар Ыбыраевтың «Боксың осы екен ғой» болған оқиға ізімен. Соғыстан кейінгі жылдар. Ел енді еңсесін көтеріп, бейбіт өмірге беттеген шақ. Коммунизм туының астында өткенді ұмытып, жаңа тұрмыс, алға, жасасын социализм, спорт это единство, тағысын тағылай ұрандатқан заман. Жан-жағыңның бәрі жарыс. Қалада завод, фабрика, мекеме, мектеп жарысы, далада совхоз, колхоз, бригады, малшы, жалшы, сауыншы, күзетшілер жарысы жүріп жатқан кез. Мұны ол кезде бірақ сөзбен социалистік жарыс дейтін. Біздің ауылда жарыспайтын менің атам мен апам ғана болды ғой деймін. Әлде маған солай көрінді ме, әйтеуір есімде қалғаны әбігер жанталас тірлік. Етегі түйілген көйлекті тастап, есейе келе өзімізде көп жарыстың белсенді бетке ұстар мүшесі болып келіппіз. Мектепте ГТО, еңбекте соц міндеттеме деген сол кездің қатып қалған ережесі болатын. Апам айтпақшы, айналайын үкімет. Қазіргідей ақшалай заттай, мәшінедей сыйақы жоқ. Біздің ауылдың жігіттері қазақша күрестен аудан, тіпті облыста жеңісті бермейтін. Ал спорттың басқа түрлерінің де бар екенін кейін білдік. Бұқаралық спортты көтереміз атты ұранмен ауылдық спартакиадалар ауылдық жерде өткізілсін деген партияның пәрмені бар. Бір жылы ұмытпасам өткен ғасырдың 67-ші жылдарының жазау деймін. Сондай жарыс біздің ауылда өтті. Ауыл итінің құйрығы қайқы, елдің жігіттеріне арқа бітіп, тіпті күдірейіп кетті. Қазақша күрестен біздікілер басқа аудандардың палуандармен боз кілемнің шаңын қағып жүргендей, яруақ деп бір-ақ соғатта, басынан бір атып, грамоталарын алып кетіп жатты. Волейбол, баскетбол, велосипед деген спорт түрлеріне біздің команда шыққанда жоқ. Ендігі өтіп жатқан бокс бәсекесі ғана. Ауыл түгілі ауданда дамымаған боксқа қатысатындар да шамалы екен. 3-4 жіп шығып жұдырықтасқан болды. Шал кемпірлер таң тамаша. Қып-қызыл төбелес қой мынауың. Әй, Қаражан қайда? Бізден де шықсын біреуі. Әйда, табыңдар Қаражанды. Давай, көрсін шығып, жеңілсе жер көтереді. Өй, ол жеңілмейді, деген дауыстар дүрілдеп кетті. Қаражан ол кезде жігіт ағасы жасында, 40-ты алқымдаған. Жас күнінде бас бермеген құнанды құлақ шекеден қазақша бір-ақ ұрып, шықшытын сындырып жібергені жайлы ел аузында әңгіме бар. Шаршы алаңда 4 қарсыласын сұлатып, ойранды салып жүрген Возвышен ауданның боксшысы тұр. Тұрған пошымында келсең кел деген кекесін бар сияқты. Әлде осы ауылдан кім шыға қояр дедім екен. Кім білсін, төрешіге қарап біраз тұрды. Сол кезде 3-4 жігіт апыр-топыр сүйрелеп Қаражанды да ала келді. Әй, Қаражан, деді түбі біздің ауылдікі, аудандық газеттің тілшісі болып жүрген құрдасы әскер. Әй, Қаражан, бас бәйге 100 сом, және кубок, грамота тағы бар. Мынаның қанжығасында кете бере ме? Тым болмаса 3 раундқа құлап қалмай шыдап шықсаң, 2-ші орын алсаң да 50 мың қалтаңа түседі. Бірақ байқа, удар жіберіп алма. Басыңды қос қолыңмен қорғап, 9 минут аяғыңда тұрсаң болды, деді. Жұрт кеу-кеулеп кетті.
Я, бар, давай, 50 сом жерде жатқан жоқ, басыңды қорға. Қарекеңнің көйлегі сыпырып алып, дамбалшаң қолына қолғапты шала-пұла байлап, қолпаштаған ел шаршы алаңына бір-ақ лақтырды. Басталды. Гонг, ысқырық. Қос қолмен басын ұстап Қаражан тұр. Қарсыласы айналып жүріп соғат, секіріп кеп соғат, қабырғаларын ұрат. Қарекең мізбағар емес. Бәсең теңселіп әлі жүр. Осылай 2 раунд өтті. Қарсыласы әбден еркінсіп алды. Ойнақшыл екіленіп алған. 3-ші ақтық раундқа шықты. Әбден түтігіп кеткен Қарекен: «Әй, әскер! Маған да ұруға бола ма?» демесі бар ма? Сөйтсе Қаражан бокстың ережесінде 9 минут тұрып төтеп берсем болады деп түсінсе керек. Алдан қау байғұсым-ай! «Конечно! Ұр!» деген әскердің дауысы тым ащы шықты. Сол-ақ екен, Қарекең шыққан бойда еліре еркінсіген қарсыласын құлақ шекеден қазақша салып кеп жіберді. Анауымыз кескен теректей сұлап, аяғы аспаннан бір-ақ келді. Ойынды тоқтатқан төреші жатқан боксшыға 1, 2, 3 деп санап жатса, Қаражан: «Санамай-ақ қой, жуыр арада тұрмайтын шығар. Маған да ұруға болады деп басында-ақ неге айтпадың, әскери?» деп елдің барлығын күлдіріп алып, «Боксың осы екен ғой» деп арқаннан аттап жүре берген. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын.